Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым. Мынау оразаның адам ағзасына тигізер пайдасы қандай? Осы туралы сіздермен әңгіме қозғайтын боламын. Олай болса, видеоның аяғына дейін көреміз. Сіздерге пайдалы ақпарат болады деп ойлаймын. Қазіргі жағда көп жастар мынау оразаны айтқан кезде ойыншық қылып ұстап жатады. Кейбіреулер жаңағы азу мақсатында, басқа біреу болмаса жаңағы әйтеуір сылтау мақсатында ұстап жатады. Әрине бұл бірінші, бұл ораза ұстаудың негізгі қағидасы Алланың разылығы үшін ұстаймыз. Енді мына медицина тұрғысынан қарайтын болсақ, оразаның адам ағзасына тигізер пайдасы өте орасан зор деп айтсақ болады. Өйткені ораза ұстап отыру арқылы бұл бір жағынан жаңағы адам ағзасының тазаруына, мынау клетканың жаңаруына алып келеді. Өйткені бұл асты медицинамен салыстыратын болсақ, бұл жерде интервальды голоданиемен сәйкес болып келеді. Күндіз бойы жаңағы кеш батқанша асты жемеу, осы арқылы асқазанның қабырғасының клеткаларының жаңаруына байланысты біз мынау жылына 12 ай бойы мынау күнделікті мынау асқазанды босатпаймыз. Ас жеп келеміз. Соған байланысты мына қарасаңыздар, Алла тағала мынау оразаны берген. Осы оразаның адам ағзасында болса да, бір титтей болса да, мынау асты бір уақытша тыюдың арқасында адамның мынау клеткалары, соның ішінде мынау асқазан ішек жолдарының тазаруы болады екен. Бірінші апталарды ұстаған кезде 2-3 күннен кейін адамда ашығу симптомдарына байланысты бас айналуы мүмкін. Бір күн ұстағаннан кейін екінші жағдайда әлсіздік болуы мүмкін. Бұның барлығы мынау ағзада қанттың деңгейі төменге түскен кезде осындай симптомдар пайда болады. Бұл қалыпты жағдай. Бастапқы жаңадан ұстап отқан оқырмандарым болса, бұл қалыпты жағдай. Екінші, үшінші, төртінші күннен кейін бұл ашық симптомдары ұмытыла бастайды. Айтқан кезде адам оны қабылдайды. Осы арқылы жаңағы асқазанның жаңағы жиналған мынау әртүрлі токсиндердің сыртқа қарай шығуына байланысты адамның клеткалары жаңару сатысына өтеді. Осы мынау қанның тазаруы байқалады. Өйткені біз қарап отырсаңыздар, ораза кезінде мынау кейбір азаматтар азып жатады, салмақ тастап жатады, болмаса беттері тазарып жатады, асқазан ішек жолдарының, өт жолдарының застой дейміз ғой, іркіліс болатын болса, осы кездерде мынау жақсару симптомдар байқалып жатады. Ал енді айтатын болсақ, осы ораза кезінде қалай ауызды ашу керек, қандай жемістер жеген дұрыс деп сұрап жатады. Мынау атап айтсақ, ауызды білеміз, мынау қара сумен ашамыз, сонымен қатар және құрмамен ашудамыз. Мынау суды барлығымыз білеміз, клеткаға әрқашан су керек. Судың адам ағзасын су құрайтын болғандықтан бұл су тіршілік көзі деп айтсақ болады. Ал енді мынау құрманың әсері, өйткені құрманың құрамында 20 түрлі амин қышқылдары бар. 20 түрлі амин қышқылдарының ағзаға жаңағы ауыз ашқан кезде, қолданған кезде бұл жаңағы қандағы қанттың деңгейін реттейді. Соған байланысты құрманың бұл ағзаға беретін дәрумен, мынау бүкіл ағзаға дәрумен береді. Мынау жетіспеушілікке байланысты, мынау қанттың деңгейін реттей алатын осы бірден бір жеміс осы құрма. Және де осы ауыз ашқаннан кейін құрманы жеп, сумен ашқаннан кейін бірден қою тамақ, майлы тағамға жүгірудің қажеті жоқ. Мынау адам ағзасына мынау сонша уақыттан бері мынау таң атқаннан кеш батқанға дейін құрсақ аш болған кезде адам бірден қабылдаса әртүрлі жайсыздықтар туындауы мүмкін. Соған байланысты бірден ауыз ашқаннан кейін жеміс-жидектер, одан кейін жаңағы мынау овощ дейміз ғой, мынау салаттар, көк салаттар, қияр, помидор болсын, жаңағы мынау жеңіл жемістерді қолдана отырып, оның ішінде мынау жүзім бар ба, мынау жаңағы апельсиндерді, болмаса жаңағы банан дейміз, осыларды аз-аздан бастап қабылдап адам ағзасын, организмді жаңағы үйрету керек асқа түсіруге. Содан кейін барып адам ағзасының мынау қабысып тұрған асқазан ақырын-ақырын ашылады. Су бергеннен кейін адамның мынау бойына сұйықтық түскен кезде қан айналымы жақсарады. Әрине бұл су түспеген кезде қан қойылап кетуі мүмкін дейді. Бастапқы сатыларда болады, ол кейін қалпына келе бастайды. Адам организмі өте ақылды деп айтсақ болады. Мынау ағзадағы энергия алу үшін адамның жаңағы бойындағы артық май қышқылдары болатын болса, осы ораза кезінде осы май қышқылдарының ыдырауы адамның жаңағы өз организмінде жұмыс процесі жүреді, жаңару процесі жүреді. Соған байланысты оразаның адам ағзасына тигізер пайдасы өте зор. Мынау қандай адамдарға ораза ұстауға болмайды. Егер ауырып жатқан, сырқаттанып жатқан азаматтар болатын болса, сырқаттанып жатқан кісілер болатын болса,
шамасы келмейтін болса, ол жағдайларда мынау оразаны ұстамауға болады деп айтамыз. Өйткені кейбір жағдайларда осы мынау ауыр науқастар кезінде, сырқаттану кезінде ораза кері әсерін тигізуі мүмкін. Олардан рұқсат етіледі. Ал енді аяқ қолы дені сау азаматтар болатын болса, аяқ қолы дені сау әйел кісілер болатын болса, әрине ұстауға болады. Ол жаңағы адам ағзасының жаңаруының, клетканың тазаруының, асқазан ішек жолдарының, өт жолдарының жұмысының жақсаруына алып келеді. Соған байланысты менің сіздерге дәрігерлік кеңесім, деніңіз сау болса, аяқ қолыңыз бүтін болса, әрине ораза ұстаңыз. Өйткені мынау мүгедек кісілер де ораза ұстап жатыр. Соған байланысты Аллаға құлшылық ету бәріміздің бұл парызымыз деп айтсам болады. Денсаулықтарыңызды түзеп күтіңіздер, алдын алыңыздар. Жылына бір келетін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет қылыңыздар ағайын. Бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, астына комментарий жазып қалдырып кетіңіздер, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.